Уход тауы. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Аман сен. Уход тауына келдік. Gaz. Aytdim ғой, пайғамбарымыз болса, енді келді да садашын қойды. 3 рет қатаң ескерту жасады. Өзінің шатырын тегіп күтіп отыр. Мына Ухудта түнде қатты қараңғы болады, прям соқыр қараңғылық болады мына жерде. Алдыңыздан 2 метр жерді көре алмайсыз. Мушриктер де келеді, екі жақ жайғасады, бір-біріне қарама-қайшы. Енді бұл жерде жаңа айттым ғой, 1000 адам ат әскер болды. Ат әскерді кім басқарды? Халид ибн Уалид басқарады. Халид ибн Уалид ол кезде мұсылман болмай тұрған кезде. Халид ибн Уалид ешқандай шайқаста жеңіліп көрмеген сахаба. Соның, мече Аллахның болшы деген сөз. Халид ибн Уалид болатын болса, атты әскермен арт жақтан келеді. Арт жақтан күтіп тұрады. Енді шайқастың жекпе-жекпен басталады ғой, раз-наразбен басталады. Жекпе-жекте мұсылмандар жеңіске жетеді. Тағы жекпе-жек шыққан сайын. Жаңа Талқа дейтін 9 ағайынды бар ма? Туыстап шыққан. Олар шығады, Талқа ибн Талқа бірінші кетеді. Одан кейін Омар шығады. Талқа ибн Омар шығады. Ол кетеді. Солай жаңа 9 ағайынды жекпе-жекпен шыға береді да өле береді. Бәрі өледі. Азында мұсылмандар жіберленіп жатыр, күш алып жатыр, рух деген кетіп жатыр, рух деген вагон уже. Жеңіске жеткен сайын мына жақта такбир ташрих, Ухудтың жазығы вообще бақырып жатыр мұсылмандардың жаңа несімен. Бір жерден жекпе-жек жаңағындай бір-бірімен талпа мен талпа басталады. Талпа мен талпа басталып жатқан уақытында Халид ибн Уалид ат әскерімен арт жақтан келеді. Айттым ғой жаңа мұсылмандар былай кіреді, мушриктер арт жақтан келеді, екі жақ былай кіріп жатқан кезде Халид ибн Уалид артынан келеді, ат әскерімен арттан келеді. Неге? Қысымға алу үшін ортада. Қысымға алған кезде мұсылмандарды солай жеңеміз деп ойлайды. Бірақ мына садақтармен Халидтің ат әскерін атып кері қайтарады. Халид кері шегінгеннен кейін өзіне ыңғайлы сәт күтеді қайтадан. Қысымға алу үшін тағы да. Бірақ садақшылар Халид қанша әрекет жасаса да садақшылар кері қайтарып отырады. Тіпті мына жердегі жаяу әскерді Халидтің кейбір нелері садақшылар жаяу әскерді кері қайтарып отқан. Шайқас сонда қатты қызып жатыр. Мына жақта жаңағы Уахши жүреді. Хамзаның ашылатын уақыты. Ол шайқасқа қатыспайды, кейбір сырттан қарап жүреді. Мұсылмандар соны жігерленіп алған соншалықты жаңағы жаяу әскер кері артқа қарата шегініп қаша бастайды. Оны көрген Хиндтің әйелдері намыстарына тиіп еркектер. Егер сендер қашсаңдар, біз сендерді қоғамда сыйламайтын боламыз. Сендердің еркектейтін аттарың болмайды, және біз сендерге ешқандай қыздарымызды тұрмысқа бермейміз дейді. Қоғамда яғни сыйламаймыз сендерді тұрды. Әлгі жерде әскер жаңағы намысқа тиетін сөз естігеннен кейін қайтадан кері шегінеді. Соғысқа қарсы шайқас алқанына қарай. Бірақ ешқандай результат жоқ. Жаңағыда мұсылмандар соны жігерленіп алған, ұрып жатыр, аналар қашып жатыр. Қолдарында қандай қару-жарақ болмаса да, жаңа қару-жарағын тастай салып қашқан жаяу әскердің еседі қару-жарағын алып соққы бере бастайды. Сол сәтте Мұсғаб ибн Умайрдың қолын бір мушрик келіп шабады. Бір мушрик келіп Мұсғаб ибн Умайрдың жаңа туыстап жүрген оң қолын шабады. Шауып атқан кезде мушриктің айтқан сөзі мен Мұхаммадтың оң қолын шаптым дейді. Оны естіген Мұсғаб ибн Умайр не дейді? Альхамдулилла, пайғамбардың оң қолы құтылды деп айтады. Әлгі сөзді ести салысымен Мұсғаб ибн Умайр туды сол қолын алады. Сол қолынан шағанда әлгі мушрик Мұсғабтың сол қолын шабады. Мұсғабтың сол қолын шапқан кезде мушриктің айтып отқан сөзі мен Мұхаммадтың екінші қолын шаптым дейді. Сол кезде Мұсғаб ибн Умайр альхамдулилла, пайғамбардың сол қолы құтылды дейді.
Мужиктер оған қарамастан Мұсқа биін Умаярды 7 жерінен турап тастайды. Шаңыттады осы жерде Мұсқа биін Умаярды. Неге Мұхаммадтың оң қолын шаптың деп айтты? Мен Мұсқа биін Умайр туралы айттым ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ұқсаған сахаба. Киімдерінен ғана ажырататын болған Мұсқап пен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды. Әйтпесе жүріс-тұрыстары, жүрген походкалары бәрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ұқсаған еді. Мына жақта жаңа мүшриктер болатын болса, біз Мұхаммадты өлтірдік деп жар салады. Оны естіген мұсылмандар әлгі сөзден кейін есеңгіреп қалып, не дейді? Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өлген болса, шахид болған болса, біз кім үшін шайқасамыз, кім үшін соғысамыз дейді да, артқа шегіне бастайды. Мүшриктер жақындап келе бастайды. Бірақ бұл уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жанында Насиба дейтін сахаба анамыз болған. Насиба дейтін кісі. Бұл кісі өзінің батырлығымен жаңағы естиді, жәннатпен сүйіншіленеді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды жалғыз өзі қорғайды. Қорғаудағы мақсаты мынандай болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 2 сауат киген шайқастың алдында мүшриктердің соқты береді. Қылыш бірінші сауаттан өтеді, екінші сауатқа барып қадалады. Сол қадалған шағында құлайды пайғамбарымыз. Сынған сауат пайғамбар кісіні сындырады. Мұны көрген Насиба анамыз жанынан келеді да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тұрғызып, бетіне келіп бірген сауатты шығарады. Сөйтіп былай айтқанда перевескісін жасап береді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Мына жақта мұсылмандар есеңгіреп қалған, пайғамбар өлді деген болса, біз не үшін шайқасамыз, кері шегіне бастайды. Бірақ Насиба анамыз жалғыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды істейді. Сөйтіп басқа сахабалар шақырады. Омар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұнда, ірі, Хамза, Белкелді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам білген мұсылмандар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айналасынан жинала бастайды. Бір кезде Насиба анамызға хабар келеді. Ей Насиба, сенің күйеуің Ухудта шахид болды, мүшриктердің қолында дейді. Пайғамбарымыз аман ғой деп айтады. Насиба анамыздың бір шыққан сөзі. Одан кейін келеді да, Насиба анамызға, ей Насиба, сенің үлкен ұлың шахид болды дейді. Насиба анамыз тағы айтқан сөзі, пайғамбарымыз аман ғой деп айтады да. Енді одан кейін үшіншісінде тағы бір өтті. Ей Насиба, сенің ортаншы ұлың, менің кіші ұлым да шахид болды деп айтады. Насиба анамыз тағы айтқан сөзі, альхамдулилля, пайғамбарымыз аман ғой. Олар шахид болды, иншалла мен олармен жәннатта кездесем дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Насиба анамызды сол жерде, ей Насиба, сенің батырлығыңмен Алла тағала сені жәннатпен сүйіншіледі дейді. Алдында айттым ғой, Мекке экскурсиясы кезінде, жеке сүйіншіленген сахаба әйел кісілер бар. Біздер ойлап қалмауымыз керек. Әйел кісілер сүйіншіге сонда жәннатқа лайық емес па деген сияқты. Жеке сүйіншіленген сахаба әйел кісілер өте көп. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айналасынан жиналған сахабалар жігерленеді да қайтадан күш алып мүшриктерге қарсы соққы бере бастайды. Сол сәтте Хамзаны көрген Вахши Хамзаны найзамен жаншып өлтіреді. Хамзаның ашылып қалған уақытында. Оны Хинд қаласы хабар береді. Ей Хинд, мен Хамзаны өлтірдім дейді. Хинд келеді да өшпенділігі соншалықты Хамзаның ішін ақтарады. Ішін ақтарып бауырын алып шайнап жейді. Құлағын, мұрнын, терін кесіп алды да мойнын алып тастайды. Хинд. Оның өшпенділігі не деп білесіздер ма? Бәдір шайқасында сол Хамза Хиндтің әкесін, бауырын және баласын өлтірген еді. Міне соның кегін алу мақсатында осындай істеді, жауыздық бар. Бұл жауыздық не нәрседен шығады білесіздер ма? Исламның жоқтығынан. Ислам келуімен адамдардың не пайда болды? Мейірімділік пайда болды. Кешірімділік, кішіпейілділік, құрметтеу, сыйлау дейтін нәрсе пайда болды. Себебі сол жахилият заманында дін келмей тұрған кезде жалғыз адам сапарға шығуға қорқатын еді. Өйткені жалғыз адам тонап қана қоймай, оған ойларына келген нәрсені істеп, оны өлтіріп сүйегін шашып жіберетін болады. Сол жахилият заманында бізге дін келуімен Алла тағала мейірім салып берді бізге. Әйелдеріміз болсын, бала шағамыз болсын. Сіздер білесіздер ме, Омардың айтқан мынандай бір сөзі бар еді. Мен жахилият заман еске алсам, екі нәрсені есіме түсірсем, біреуіне күлкім келеді, біреуіне жылағым келеді дейді. Күлкім келетіні, біз сапарға жолға шығатын кезде нан бар ғой, жейтін нан. Содан, болмаса құрмадан Құдай жасап соған табынатын еді дейді. Адамдар соған табынатын еді дейді. Құдайларын сапарға бірге алып шығып кетіп, жолда қарындары ашса, сол құдайларды жеп қоятын дейді. Міне осы нәрсеге күлкіміз келеді. Ал енді жылағым келетін нәрсе, ер адамдар дейді, дүниеге әйелдері қыз баланы алып келсе дейді, соны ұят көріп дейді. Жаңағыдай ұят нәрсе көріп, қыздарын тірідей көметін еді дейді.
міне дінсіз заманның сондай кесірі болды. Сондай зияны болды. Қаншама ойлаңыздаршы. Сіздің қазір әйеліңіз дүниеге қыз баланы алып келсе, сіз не істейсіз? Тіріде бар көмесіз ба? Қыздың үшін еркектер жандарыңыз бересіздер ғой, дұрыс па? Қыздарың үшін жандарыңыз бересіздер. Ұлды қойыңыз дейсіз, бопты ма, ол бірдеке болады, бірақ қызшы. Қыз жат жерлік деп бекер айтпайды. Міне сондай дәуір болған. Бірақ оған қарамастан десе, исламның келуімен қыз балалардың дәрежесі. Міне Аллахта артып беріп қойды. Қандай екен қыз баланы? Берекелі екен. Дүниеге қыз бала келгеннен кейін біліңіздер, сіздердің табыстарыңыздың берекесі бар. Үйіңізге береке сол қыздарыңызбен бірге кіретін. Бұлай сыртқа шеттеп тастаған жоқ. Ойлап қалмаңыздар, сонда ұлтшы деген сияқты. Мен өзімде ұлмын ғой, сонда менде береке жоқ па деген сияқты. Жоқ. Алла Тағала берекенің басын бөлген осы қыз балалармен беріп тұрған. Міне енді кең талапты өзінің өшпенділігін алады. Бірақ осы сәтте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям нелер келеді? Періштелер келе бастайды. Бірінші Мұсғаб ибн Умайрдың бейнесінде келеді. Мұсғаб ибн Умайрдың бейнесінде. Пайғамбарымыз, ей Мұсғаб деген кезде, мен Мұсғаб емесімді айтады. Сол кезде біледі, Мұсғабтың шahid болғаны. Яғни періштелер кімнің бейнесінде келді? Шahid болған сахабалардың бейнесінде келе бастады. Бір уақытта Абдулла ибн Жахштың бейнесіне таңдайды. Ей Абдулла ибн Жахш дейді. Сол кезде әлгі періште мен Абдулла ибн Жахш емеспін. Пайғамбарымыз сосын біледі садақшылардың шahid болғандығын. Сөйтті да әлгі жерде кері қайтады. Кері қайтып әскерді екіге бөледі. Екіге бөлудегі мақсаты жарты әскер, жаңа жаяу әскерлерді қарсымен соққы беру, мына жақта Халид ибн Уалидтің әскеріне тағы да соққы беру. Солай айта беріңіз. жаңа жерде шайқаста мұсылмандар несін жеңе бастайды. Келсе Абдулла ибн Жахштың әскері жартысы 20-дан астам жерде шahid болып жатыр, қалған таудың үстінде. Абдулла ибн Жахш ескерткен болатын сахабаларға, жерге түсіп отқан сахабаларға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге 3 ескерту жасаған еді. Сендер бұл таудан түспеңдер дейді. Сонда садақшылардың айтқан мынандай болады. Ей Абдулла ибн Жахш, көрмейсің ба дейді. Мүшриктер қашып жатыр емес па дейді. Біз Бәдірдегідей олжасыз қалып кеткіміз келмейді дейді. Себебі садақшылардың басым бөлігі Меккеден келген мұхажир сахабалар еді. Мұхажир сахабалардың дүниесі болмаған. Олар дүниелерін Меккеге тастап кеткен еді. Мәдинадағы сахабалардың жаңағы бизнесіне бірге серіктес болып кіріп, солай нәпақасын тауып жүрген еді. Ал мынау мүшриктердің жаңағы сауат саймандарды тастап қашқан сауат саймандарды өздеріне алып, сатып, сонымен күнкөріс жасағысы келген еді. Бірақ оны Халид ибн Уалидтің ат әскері келеді да 20-дан астам садақшының бірінші шahid қылады, төбеде тұрған 10-нан астам садақшыны тағы шahid қылады. Сөйтіп 40 садақшы шahid болады. Енді былай айтқанда осы Ухуд шайқасында 70 сахаба шahid болған. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 70 сахабаны алады да таудың етегіне жерлейді. Таудың етегіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің көкесі Хамзаны іздейді. Хамзаны таба алмайды да Хамзаны ең соңында сахаба хабар береді. Я Расулалла, сіздің көкеңізді таптым дейді. Барса Хамзаның сондай аянышты бейнесін көреді. Іші ақтарылған, бауыры шайналған, құлағы мұрны тірек дейді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жылайды. Көз жасына кәдімгі ерік береді. Бізде қазіргі заманда мысалға бір үйде жаназа болып жатса, біздер дін адам ретінде жаңағыдай 5 уақыт намаз оқитын адам ретінде барамыз да не дейміз? Жылап жатқан, қайғыдан қан жұтып отқан адамдарға барып, былай айтамыз: неғып жылап отырсың? Олай өкіріп жыламасай, пайғамбарымыз солай жылады ма деп. Пайғамбарымыз солай жылаған Хамзаның аянышты бейнесін көрген кезде жылаған соншалықты сақалын прям жас шайып кеткен. Кәдімгі сақалын сумен жуасыз ғой, дәл сол сияқты шайған пайғамбарымыз солай жылаған кезде. Көкесі Хамза кетті, қорғаныш еді. Бірақ Хамзаны алады да қояды да 70 сахабаның жаназасына келіп оқи бастайды. Хамзаның жаназасы 70 мәрте оқылған. Солай таудың етегін жерлейді. Енді біздің ғасырда, 20 ғасырда осы жерде Мәдинада қатты сел болады, жаңбырдан. Селден кейбір сахабалардың денелері жер бетіне шығып кеткен. Оның ішінде Хамзанікі бар, Мұсғаб ибн Умайрдікі бар, Абдулла ибн Жахштікі бар, Абдулла ибн Жұбайрдікі бар. Міне осы 4 сахаба, тағы бір 6-7 сахаба бар негізінде. Солардың денелері жер бетіне шығады. Сол замандағы жаңағыдай қажылық министрлігі, муфтияты, ол жақтың ұстаздары, ғалымдар солар алады да оны мына жерде цетканың ішіне келіп жерлейді.
анау жерде сетка тұр, қоршау, соның ішіндегі жер биікті. Кейіннен енді мына шайқас бітті. Бірінші көзқараста мұсылмандар мен мушриктер жағы тепе-тең түсті деп айтады. Неге? Мұсылман ибн Умайр ешқандай шайқаста жеңіліп көрмеген сахаба деп айтқан үшін ғана. Міне, осы үшін ғана мушриктер тепе-тең түсті дейді. Бірақ ғалымдардың басым бөлігі мұсылмандар жеңді дейтін тұжырым жасайды. Неге? Себебі бұрынғы заманда шайқас болған жерде кім жеңеді, сол 3 түн түнейтін болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы Ухудтың жазығында шайқас біткеннен кейін 3 түн түнеген. 3 түн түнеген. Енді бұл Ухуд шайқасы өте үлкен ауқымды тақырып. Елге барғаннан кейін сіздерге менен бір кеңес деп айтайыншы, ақыл деп айтпай қойын, ақыл айтатын жаста емеспін. Бірақ бір кеңесім, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмір тарихын оқып шығыңыздар. Мейлі ол орысша болсын, мейлі ол қазақша болсын, қазір информация өте көп. Бір оқып шығыңыздар. Мына сіздер келген жерде көрген нәрсенің бәрі көз алдыңызда кино болып өтеді. Сіз оқиғаның ішіндегі бір бөлшек ретінде сезімде жүресіз. Мынау сізге прямо қонған соншалықты Ухудта өзіңіз шайқасқандай бейнеде боласыз. Айтып тұрмын ғой, Ухуд өте ауқымды, өте үлкен тақырып бұны. Отыру керек кәдімгідей. Мына жерде біздің бір күніміз жетпейді. Университетте біз бұны бір ай оқығанбыз бұл тақырыпта. Анда өте кішігірім нюанстар бар, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жарақат алғаны бар. Мынау тіке қарасаңыз, анау жар тұр ана жерде. Тау қыр болып тұр. Сол жерде үңгір бар, пещера. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қан тамған жер бар. Ол жер жауып тастап қазір 2018 жылы Сауд Арабиясының билігі тарапынан жабылған. Неге? Көптеген адамдар Аллаға ширк қосу амалдарын істеген жоқ. Аллаға ширк қосу білеміз ғой, Алладан басқа адамдардың бәрін дейміз. Жаңағындай бір жаратылысты ретінде. Бізде болсын болмасын анау табарак, мынау табарак деп тақиямызды, орамалымызды болмаса жайнамызды алып барып бүйтіп сүртіп бастаймыз. Аллаға ширк қоспау керек. Міне соның кесірінен істеді ана үңгірді жауып тастады. Әйтпесе апаратын едік, апармайтын емес. Үлкен фундамент құйып тастаған, жолатпайды. Охранниктер жүреді, сол жерден барсаңыз, ол бірден штраф, ескерту, бітті, жолатпайды мына жаққа. Енді Халид ибн Валид осы Ухуд шайқасынан кейін исламды қабылдайды. Амр ибн Ас екеуі екі бөлік Меккенің екі жақ шетіне шығады да, екеуі 9 жолдың торабы дейді, жаңағы қосылады деп сөйтіп кездесіп қалады. Екеуі бір-бірден сұрайды, сен қайда кетіп барасың? Сен қайда кетіп? Сен айт, сен айт. Мен сұрадым ғой, жоқ, сен айт. Сол екеуі тұрады бір-біріне қарап тұрып, екеуміздің ойымыз бір жерден шықты ма дейді. Иә дейді. Біз Мәдинаға пайғамбарымыздың алдына бара жатырмыз, исламды қабылдауға бәріміз кешуіне дейді. Сөйтіп Амр ибн Ас пен жаңағы Халид ибн Валид екеуі келіп та пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдына келіп, кешірім сұрап, жаңа жерде не істейді? Исламды қабылдайды. Ислам қабылдан кейін Амр ибн Ас Африкаға кетеді да Африканы жаулап алады. Мысыр еліне барсаңыздар, Каир қаласында Сайдан Айша дейтін район бар. Сол жерде Амр ибн Астың мешіті бар. Ең алғаш Африкада қаланған бірінші мешіт. Египеттегі ең алғаш бірінші қаланған мешіт. Әлі күнге дейін бар, тарихи орын тұр. Және жанында имам Шафиидің қабірі бар. Имам Шафии сол жерде жерленген. Имам Бұхаридің хадис кітаптарына шарх жазған ғалымдардың да сол жерде несі бар? Қабірлері бар. Ол Сайдан Айша дейтін районда. Мысыр еліне барып атсаңыздар, Шарм Шейх-Кадимолға, Каир қаласына барып, соны көріп қайтсаңыздар болады жалпылама. Енді Халид ибн Валид жаңа айттыңыздар ғой, Алланың қылышы дейтін атағы бар деп. Мен шахидтер деп айтып отырмын, иә? Мына жаңа біз сахабалардың діндері жер бетіне шығып кетті дедім. Олардың діндері бұзылмаған. Шахидтердің діндері қияметке дейін бұзылмайды. Оны Алла Тағала не деп айтады Құран кәрімде? Шахидтердің діндері қияметке дейін саналады және олар қабірде өлілердің қатарына жатпайды дейді. Шахидтер қияметте есеп хисапсыз істейді, жәннатқа кіреді. Енді ғалымдардың 5 түрлі айтқаны бар шахидтің өлімі туралы. Жаңа Халид ибн Валидті өмірінің соңында Омар радиаллаху анху зиярат етіп барады. Сонда Халид айтады, ей Омар дейді, мен Алланың қылышы емеспін ба дейді. Сен Алланың қылышысың. Алланың қылышының мынадай төсек тартып жатқаны және солай жан тапсыратыны өте ұят нәрсе емес па дейді. Мен Алланың қылышы бола тұра шайқас майданында дейді. Мушриктердің қолынан өлуім керек емес па дейді. Әлгі жерде Омар бұл айтады, ей Халид, дұрыс айтасың, сен Алланың қылышысың дейді. Бірақ Алланың қылышы мушриктердің табанының астында тапталмайды олар дейді. Сен Алладан сұра, Алла сені шахидтік дәрежеге жеткізеді дейді. Ғалымдардың арасында 5 түрлі шахидтік өлім бар. Бірінші өлім бұл елі, жері, отанын қорғап, отбасын қорғап, өліп кеткен адам.
екіншісі табиғи апаттан өліп кеткен адам. Үшіншісі суға ағып өлген адам. Суға барып батып өлген адам емес, өз-өзін өлтірген адам емес. Суға ағып кеткен адам, батып кеткен адам, шомыламайтын. Иә, олар шайтыр. Енді төртіншісі әйел кісі босанады ғой, дүниеге баланы алып келеді ғой. Сол баланы алып келген уақытта болмаса ауырайып кезінде босанғаннан кейін 40 күннің ішінде дүниеден өтіп кетсе, бұл шahidlik өлім. Алла Тағала бүкіл күнәсін кешіреді. Әйел кісі босанып отырған кезде бүкіл күнәсі. Оның алдыңғы қандай күнәсі бар, бәрін түгел кешіреді. Ең соңғы бесіншісі іші ауырып өлсе дейді. Ғалымдар бұны 3 құрылыс аурулары дейді. 3 құрылыс ауруынан өліп кеткен адам, міне осы бесеуі шahidlik өлімнің қатарына кіреді. Омардың айтқанындай бізде Алладан сұрауымыз керек. Алла Тағала өмір бересің бе, тақуалы өмір бер, өлім берсең шahidlik өлім бер деп Омардан сұраған дұғасы бар. Осылай бізде сұрауымыз керек. Алла Тағала қандай шahidlik өлім нәсіп етер, біз білмейміз. Алла солармен бірге болуымызды баршамызға жазсын. Ухудтың қысқаша тарихы осы. Қазір естелікке фотоға түсемін десеңіздер. Жаңа айттым ғой, мүрделер шықпалып тұр. Иә. Қияметке дейін сақталады деп тұрсыз. Денелер сақталады да солай. Сақталған. Енді олар қайдан білген? Иә, енді оларды қайдан білген? Олардың жаңағындай шahid болған денелері бұзылмайды дедім ғой жаңа. Кім қалай өлді, жаңа Мұсғаб ибн екі қол шабылған, 70 жерден туралған, солай дейді. Абдулла ибн Жахш пен Абдулла ибн Жубайрдың жаңағыдай денелерінен садақтың оқтары қадалған, сонымен білген. Хамзаның жаңағыдай құлағы, мұрны, тілі, шығырысы ақтарған, содан білген. Мысалға қияметке дейін олар сақталады болды. Любой ол анау Адам алейхиссалам кезінен бастап болсын, жаңа кім шahid болады, олардың денелері сақталады. Олар бұзылмайды.